Туберкулездің белгілері. Егер жөтелдің 2 аптадан асуы бар болса, температураның жоғарылап, ұзақ уақыт түспей қою бар болса, сонымен қатар тершеңдік, тәбеттің салмақтың төмендеуі, кеуде тұсының ауырсынуы, жөтел кезде қан аралас қақырықтың шығуы, осының бәрі туберкулездің белгілері болып табылады. Егер мұндай белгілер бар болса, жедел түрде өкпені рентгенге түсіріп, фтизиатр дәрігерге бару керек. Сонымен қатар бұл ауру толықтай тегін емделеді. Терапевт немесе жалпы тәжірибелік дәрігерге барасыздар, сіздерге рентгенге направление береді, фтизиатрға барасыздар, қақырық тапсырасыздар. Егер оң нәтиже шығатын болса, бұл диагноз қойылса, сіздерді толықтай тегін емдеп шығарады. Ең бастысы диагнозды ерте қою болып табылады. Ауырмаңыздар, өздеріңізді күтіңіздер, иммунитеттеріңізді көтеріңіздер, адам көп жерде маска тағып жүріңіздер.